Қайырлы таң баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жылдам әрі тез дайындалатын таңғы астың рецебімен көрсетемін. Өте оңай әрі жылдам, тек қана көп ештеңені қажет етпейтін лаваш және жұмыртқа, тез жақсы еритін, жылдам еритін сыр болса, яғни ірімшік болса жарайды. Мінекей, бірден тек таңғы асқа тез дайындап аласыздар. Бізге керек лаваш. Мен осындай лаваш алдым. Оған 2 жұмыртқаны, яғни кәдімгі жұмыртқаны жарып, ортасына жағамыз, яғни жұмыртқаны. Сонымен оны жаңағыдай әр нәрсе өзіңіз қалауыңызбен, венчик болсын, вилка болсын, соның көмегімен осылай барлық жеріне жеткізетіндей қылып жайып шықсаңыздар болады. Мінекей, өйткені жұмыртқа пісуін, жылдам пісуі үшін жайған дұрыс деп ойлаймын, жан-жағына жеткізіп. Мінекей, осылай жайып алғаннан кейін азғантай тұз, бұрыш сепсеңіздер болады, дәміне қарай, және жылдам еритін ірімшікті, яғни сырды салуымыз керек. Неге осылай қылып бәрін салып алғаннан кейін, бұны өз қалауыңызша кішілеу қылып, не болмаса үлкендеу қылып бүктесеңіздер болады, өз қалауларыңызша. Мен осылай ортасынан 2-ге бөліп, тағы да бір-біріне қайырып, шағын қылып қана не қылдым, орадым. Осыны енді табамызға салып, аз уақытқа жұмыртқа ішіндегі піскенше пісіреміз. Мен астына азғантай кішкене ғана сары май жақтым, асты күйіп кетпес үшін деп. Сонымен осыған мінекей пісіріп жатырмын. 2 жағын осылай аударып тұрып, жұмыртқасы піскенше бірнеше минутта пісіріп алдым. Лаваш өзі піскен, тек арасындағы жұмыртқа мен ірімшігіміз еруі керек, яғни сыр. Мінекей, осындай болып шықты. Жылдам әрі көп уақытты алмайды, бар жоғы 1-2 минуттың ішінде пісіріп жібересіздер. Мінекей, жұмыртқасы арасындағы піскен, сыр да еріген, ірімшігі де еріген. Мінекей, осындай болып шығады. Жылдам әрі тез, балалар сүйсініп жейтін тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.